Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Жер бетінде бейбітшілік пен тыныштық болғанын қаласақ, алдымен сәбилерді қорғаудан бастау керек. Экономикалық бостандық болмай, өзге бостандық та болмайды. Оқушылар, бүгін сіздермен жаңа тарауды бастаймыз. Бейбітшілік, қауіпсіздік және жаһандық экономика шешендік сөздер деп аталады. Сабағымыздың тақырыбы көгершін, бейбітшілік құсы. Бүгінгі сабақта белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білу. Мәтін және мәтін үзінділері деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу. Оқушылар, бұл бөлімде сіздер бейбітшілік пен бірлік, қауіпсіздік, Қазақстанның қарулы күштері, жаһандық экономика және біздің өміріміздегі экономика туралы ақпараттарды талқылайсыздар. Көркем әдебиет стилінің тілдік ерекшеліктерімен таныс боласыздар. Пікірталас заңдылықтарымен танысасыздар. Мәтіндердің идеясы мен мазмұнын салыстыра талдайсыздар. Өлеңде берілген көркемдік құралдарды пайдаланып, мәтін жазасыздар. Шешендік сөздердің көркемдік сипатымен танысып, шешендік шеберлік ұғымынан хабардар боласыздар. Оқушылар, сабағымызға ой түрткі жасау мақсатында ұсынылған суретке назар аударуларыңызды сұраймын. Біздің өмірімізбен қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Бейбітшілік құсы туралы не білесіздер? Мәтінді оқып, негізгі ойды бірге анықтап көрейік. Адамзат бағзы замандардан ақ құстарды жақсылықтың нышанына балаған. Мәселен, дана қазақ, аққуды махаббаттың, қарлығашты мейірімділіктің, бүркітті ер жүректіліктің символына санаған. Осындай құстардың бірі әрі бірегейі көгершін құсы. Көгершін көп халықта бейбітшіліктің белгісі. Ол жер бетіне тыныштық пен береке әкелетін құс болып есептеледі. 1949 жылдың 20-25 сәуірінде Париж және Прага қалаларында бір мезгілде бейбітшілікті жақтаушылардың бүкіл әлемдік конгресі өтеді. Талайларды боздатқан екінші дүниежүзілік соғыс аяқталысымен ақш пен КСРО сынды әлемдегі екі алпауыт мемлекет атом бомбасын жасап, тіпті бірі Жапонияның екі қаласына тастапты үлгеріп еді. Дәл осындай қатыгездіктер конгрестің өтуіне себепші болды. Бейбітшілікті жақтаушыларға шұғыл түрде таным, белгі керек болып, олар атақты Пабло Пикассодан сурет салып беруін сұрайды. Тұмсығымен зәйтүн бұтағын алып бара жатқан ақ көгершіннің сұлбасы осылай дүниеге келеді. Көгершіннің бейбітшілік құсы ретінде бейнеленуін түсіндіру қиын емес. Кезінде Нұх пайғамбарымыздың кемесіне зәйтүн бұтағын алып келіп, топан судың аяқталғанын және Құдайдың адамдармен татуласқанын жеткізген дәл осы көгершін екен. Сондай-ақ Венераның көгершіндері Марстың дулығасына жұмыртқалағандықтан ол кезекті қан төгістен бас тартыпты. Осылайша халық аман қалыпты дейтін антикалық аңыз да бар. Оқушылар, сабағымызды әрі қарай көгершін туралы қызықты деректі оқи отырып, берілген мәтіннің тыныс белгісін бірге қойып көрейік. Көгершін құсы. Көгершіндер орманды, кейде таулы жерлерде тіршілік ететін, адам баспанасына үйір, денесі тығыз, тұмсығы қысқа құстар. Олардың танау тесіктері терілі қаппен бүркелген. Көгершіндер бүкіл жер жүзіне тараған. Жалпы 300-дей түрі белгілі. ТМД елдерінде 11 түрі кездеседі. Қазір көгершіндердің жабайы түрлері ағашты, таулы жерлерде тіршілік етеді. Олар ұяларын ағаштың үстіне, қуысына, немесе жарлардың қуысына шөптесін заттардан салады. Ұясында 1-2 жұмыртқасы болады. Жұмыртқаларын аталығы мен аналығы кезектесіп басады. Жұмыртқадан 14-30 күн аралығында балапан шығады. Оқушылар, ұсынылған мәтіннің тыныс белгісін қойып, бірге тексеріп көрейік.
Жарайсыңдар, дұрыс ақпаратты анықтап көріңіз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың керек дерек айдарында көркем әдебиет стилінің ерекшеліктерімен танысамыз. Мақсаты: шынайы өмір шындығын суреттеу, зат құбылыстарды бейнелеу арқылы оқырман сезіміне әсер ету, ой тудыру. Қолдану аясы көркем шығармаларда қолданылады. Көп жанрлы болып келеді: проза, драма, поэзия. Стильдік сипаты: сөздің эстетикалық қуаты, бейнелілігі, образдылығы, эмоционалды экспрессивті мәнде қолданылуы басым. Тілдік амал тәсілдері: ауыспалы мағынадағы сөздер, көркемдегіш, бейнелеу, суреттеме, теңеу, метафора, метонимия, антитеза, тағы да басқа құралдарды мол қолданылады. Шығарманы шынайы беру мақсатында диалект, кәсіби сөздер, эвфемизм мен дисфемизм сөздер, ауыспалы мағынадағы бейнелі сөздер, ауызекі сөйлеу тілі қолданылады. Әр жазушының тілдік амал тәсілдеріне қарай өзіндік стилі болады. Оқушылар, сабағымызды жағдаяттық тапсырмалармен жалғастыра отырайық. Егер сіздер Біріккен ұлттар ұйымының төрағасы болсаңыздар, соғыс болып жатқан елдерде бейбітшілік орнату үшін қандай заңдар қабылдап, қандай іс-шараларды қолға алар едіңіздер? Көркемдегіш құралдарды пайдалана отырып, біз ақ қанат кептерлер тақырыбында шығарма жазуды ұсынамын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.